Жапондықтар жаңадан тіс өсіруді ойлап тапты. Соған қарай көп адамдар имплант қажет емес деп ойлап жүр екен. Бірақ бұл әдіс қолданысқа енген жоқ. Неге? Өйткені маңызды бірқатар мәселелер бар. Ал кеттік. Ең маңызды мәселелердің бірі өсіп шығатын тістің бағытын анықтау мүмкін емес. Тіс мүмкін мына жақтан, немесе мына жақтан, тіпті мына жақтан өсіп шығуы мүмкін. Ал мұндай жағдай тістерінің бұзылуына, көрші тістердің ығысуына, тіпті шайнау қызметінің бұзылуына алып келеді. Келесі маңызды мәселенің бірі ол өсіп шығатын тістің формасын нақтылау мүмкін емес. Мысалға, шайнау тістің орнына күрек тіс шығуы мүмкін, немесе керісінше. Ойлаш, алдыңғы тісінде үлкен азу тіс тұр. Қазіргі таңда жоғалған тісіңізді қалыпқа келтірудің ең сенімді әрі болжамды әдісі ол имплантация. Имплантация арқылы сіз тістің орнын, бағытын және де қызметін дәл қалыпқа келтіре аласыз. Денсаулығыңызды тәжірибемен емес, дәлелденген шешіммен бастаңыз. Тісіңіз жоқ па? Консультацияға жазылыңыз.